Бізде бүгін сабағымыз ашықтығы өтеді. Дөңгелене тұрамыз, керегені құрамыз, уылдар боп иіліп, киіз үйді құрамыз. Ал отырамыз. Сабақты жақсы көңілмен түсіп шығайық. Ал енді біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз өткен сабаққа шолу жасап өтейік. Айша Бибі кесенесі еліміздің қай қаласына жақын жерде орналасқан дейді? Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Тараз қаласына 15-18 шақырымдай орналасқан. Көне қалалар мен оған қатысты дүниелерді зерттеуші маманды атап. Кім? Археолог дейміз, иә? Зерттеуші маман. Тағы кім? Кім шығады? Осы кезінде табылған заттардан не білуге болады? Бұрынғы замандағы ата-бабамыз қалай өмір сүргенін, не істегенін білуге болады. Қандай заттар қолданылған, иә? Заттар қандай қолданылған білуге болады. Алтын маңызға бір балл қосамыз, еңбек, жайдар, жомарт сезім дейді, баллға бір балл, Жасминге бір балл, екі сұраққа орында жауап беріп отырды, Айзереге бір балл, Нұрасылға бір балл, Нұрхан шыққанды, көрдіңдер ма? Енді ары қарай кеттік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, қараңдар, біз нені білуіміз керек? Түрлі шығармашылық жұмыстарды орындайсыңдар бүгін, және ата-бабамыздың мұрасын құрметтейді деп өздеріне ой түйесіңдер. Нұсқасын қабыл алмай жаманын, тек дәуірін ұсталсын деп, өлеңнің авторы өзіне сендерге арналған өлеңін неғыпты. Бұл кісі кім екен? Ермек Өтепбердіұлы екен. Жазушы, ақын Ермек Өтепбердіұлы 1938 жылы 1 қаңтарда Ақмола қаласында туған, және 2006 жылы дүниеден өткен кісі екен. Ендеше жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақ қазір үдерті және тәжірибелі жұмыс түрлерін біз орындауымыз керек екен. Топтарға бөлейін. Осы жасын күйшілер толы, зергерлер толы дейін. Бұл жұптық жұмысқа да, топтық жұмысқа да кіреді. Түсінікті ма? Аспаптар толы, қазір естейтіндерін айтамын. Шежірешілер толы. Үшеуі, иә? Үшеуі білесіңдер. Кейбіреуіміз естіп отырмыз, сондықтан бұл жұптық жұмыс, топтық жұмыстарына кіріп кетеді. Түсінікті ма? Енді ұлттық саз аспаптарын түсіндіруші топ дейді. Сендер екеуің, иә? Ұлттық саз аспаптарын. Сендер қимылмен түсіндіресіңдер, мына балалар қандай аспап екенін түсіндіреді. Түсіндіңдер ма? Келесі, зергерлік бұйым жасаушылар. Сендер өздерің қалай түсінесіңдер? Зергер деген не екен, зергерлік деген не екен? Суреттің саласынан ма өздерің әйтеуір шығармашылық жұмыспен тапсырмаларды орындайсыңдар, иә? Сендер міне төртеуің жаңағы халық әнін орындаушылар мен күйшілер тобы боласыңдар. Ақылдасып, екеуің аяққа қараңдар. Ақылдасып не істейсіңдер, соны орталарына не ән орындайсың, не күй орындайсыңдар. Түсінікті ма? Төртеуің ақылдасасыңдар. Ал енді үшеуің міне шежірешілер тобы дейді. Сызба арқылы түсіндіріп, мысалмен дәлелдеңдер. Бірінші шежіре деген не? Соны түсініңдер, иә? Естігендерің бар ма шежіре дегенді? Жоқ, естіген жоқсыңдар ма? Шежіре деген. Бар ғой, иә? Бәрінде. Ата-бабамыз болғандықтан, иә? Ата-бабамыз болғандықтан бәрімізде не болады? Шежіре болады. Сол туралы естисіңдер, айтасыңдар. Ал 5 минут уақыт беріп, тез-тез орындаймыз.
берсеңдер де ақылдасып, ән орындап берсеңдер де өздерің білесіңдер. күй орындаймын. Күй орындайсың ба, дайынсың ба? Ал, жарайды. Қандай күй орындайсыңдар? Кел, жақтаға шығып орындап бер. Орындық. Соларды білесің ба? Енді соларды қимылмен келтірші. Домбыра. Біздің тақырыбымыз шежірелер. Біз арқылы өзіміздің тақырыбымызды дәлелдейміз. Бізде жаңағыдай шежіренің ішінде ең үлкен ұлы жүз, одан орта ең кіші жүз. Біздің батыр бабаларымыз Райымбек батыр, тағы да ақын жазушылар Мұқағали Мақатаев, Бердібек Сапарбаев, солардың бәрі біздің осы ұлы жүз албан терең тамыр жаяды, иә? Ол тамырдан өзі не істейді? Ағаштар өзі өніп көбейеді екен, иә? Ал сендер де бір сондай ағаштың тамырынан өсіп өндіңдер ғой, иә? Иә. Рас, жентақтарын білесің ба? Асқар Досымбек Мұхаммед, Досымбек Иманберді, Қашқын, Қараш, Талас, Арыстанбай. Сақинаны, білезікті, осындай заттарды жасайтын адам. Бұл кезінде көне археологтар тапқан да болған. Біз осыдан алып сақина, білезік алған жазым. Бұл зергерлік бұйым бұрынғы ата-бабамыздан да бері қарай жалғасып келе жатыр екен, иә? Қазір де өз жалғасын тауып, неше түрлі әшекейлер, бұйымдар шығарылып жатыр екен, иә? Бұлар бізде мынау сақина, мынау білезік, мынау алқа, мойынқата. Жарайды. Ал енді отыра ғой. Ендеше, Ажар, біз қазақ баласы дейді. Біз қазақ баласы. Өнімді, сіз оқимын, сендер ұстап отырасыңдар, енді одан кейін сендер оқисыңдар. Сыныпқа оқимыз. Біз қазақ баласы.
бабалар мұрасы, аталар мирасы, бар байтақ баласы, біз қазақ баласы. Дәстүрді сақтаған, жеті ата бабасын жанында жаттаған, біз қазақ баласы. Қобызын күңіренткен, қолында күй шерткен, домбыра сырласы, біз қазақ баласы. Асаумен алысқан, жүйрікпен жарысқан, білген ат бағасын, біз қазақ баласы. Халықтық салт нұсқа, сөз сайыс айтысқа, барымта таласы, біз қазақ баласы. Оқуда өнерде, үздікте шеберде, ұрпақтар жалғасы, біз қазақ баласы. Айтыс дегеніміз неге? Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзия түрі. Көп алдында қолма-қол суырып алып, салып айтылатын сөз сайыс, жыр жарысы ақынның талантын шыңдайды дейді. Айтыс дегеніміз екінші топ біз боламыз. Еңбекпенен алысқан, білімменен жарасқан. өз жарайсыңдар. Оқыған адамға аталы сөзілгі, бұйыртқан адамға болады сөзілгі. Бүгінгі сабақта мына сұрақтарға жауап берейікші. Қол көтеріп жауап беріңіздер. Біз қазақ баласы өлеңнің авторы кім? Ермек Өтетілеуов. Айтыс дегеніміз не екен? Айтыс деген өлең, бір-бірімен айтысып, домбырамен біреуін айтысып, қайсы жеңіп, соған бір сыйлық керек. Апай, айтыс деген екі адамнан құралған бір тақырыпқа сай өлең. Жанр, иә? Қасиеттің бәрі сендердің бойларында болу керек екен, иә? Сондықтан осы өлеңді мәнерлеп оқып түсіндір. Мына жерде 6-шы тапсырма бар. 6-шы тапсырма бар. Осыны дәптерге орындап келеміз. Түсінді ма? Үлгіге қарап өлеңнің таңдаған екі шумағының мазмұнын қысқаша жазып келеміз. Түсінді ма? Өз сөзімізбен. Өлеңдерді өз сөзімізбен жазып келеміз. Ал енді бүгінгі сабақты кім жақсы түсінді? Кім түсінбеді? Мына жердегі ас арқылы өзіміздің бізді білдіріп иә? Бүгінгі сабаққа бәріміз жақсы қатыстық. Топтық жұмысқа да, жұптық жұмысқа да, иә? Бәріміз жақсы қатыстық. Жеке жұмысқа да. Сондықтан бүгінгі тақырыпты үйден қайталап, осыны дамытып келеміз. Түсінді ме? Жақсы.